Bizim күміс та сол көп су ішіп кішкене тамағымыздан айырылып кешірім сұрайық. Менде негіз көптен барлық осы құрдастарым осы кездесуді негізінен армандап күтіп жүрді деп ойлаймын. Жанұяларымен бірге. Мен де соның бірімін. Негізі көп айтқым келген, қазір кішкене қысқаша айтып берейін. Өте сіздерді көріп жатқанымызға өте қуаныштымыз. Осындай кездесу енді сіздерде өмірлеріңіздің біздің 2-3 есе көріп саған адамсыздар. Сіздердің де көптеген қызықтарыңыз болар. Осындай біздің отырысымыз андай енді білмем қалада болар, но біздің Егіндігүл ауылында кезінде бізге Жарқын ағадан басқа біз бұндай бір кәсіпкер үлкен кісіні көрмеппіз. Бір әйтеуір ол кезде крутой деп крутой Жарқын ағамыз еді. Қазір енді ауылда КТ деп қойын жастар баршылық. Соның бірі міне өзіміздің досымыз Русланға осындай бүгінгі датының өзінде біз таңдап алғанымыз 0707. Обычно осы қазіргі заманда жастар соның ішінде санитергейді ғой. Крутойда отвеча 0707. Сол кездегі үйлендіреді. Вот сондай күнді әдейі кезінен бастап ал жасасаңдар мен берем, тегін берем. Бәленбай миллион далаға тастап алмай бізге беріп отыр. Өте ризамыз. Осындай біз негізі көп айтады, 81-лер жинау қиын деп. Но мен айтар едім өте ұйымшылдардың бірі деп. Ол өз пікірім енді, әркім әр айтар. Русланға көп рахмет. Бұл да бір қазіргі уақытта үлкен отау иесі. Жаңа жолдасы келіп кетті, таныстыра үлгере алмады, Жанар деген. Кішкентай баласы бар, 2 қызы бар еді, 3 баласы бар еді, ұлы бар. Мен өзім жай айтып мен тоже 2 қыз бір балам бар, қалап тұрамыз. Енді жаңа кейбір Батима апайларды, Ақжан апай, Сеут апайларды, Ақтыл апайларды 20 жылдан бері көрмепті шынымен. Мектеп бітірген. Нұқыз апай бір рет көрдім. Олай әрқашан да сіздерді, мысалы қазір техника жаңағыдай электроника заманы ғой. Бәрін қарап, біліп отырамыз жағдайларын, сыртыңыздан. Енді айтарым дегенім, осы енді өзіміз ауылда өскенмен қалаға келіп бәрін салыстырамыз. 5 жыл университетте оқыдық, бәрін көреміз. Сол кезде де бұрын білмеймін, біздің университетте оқыған кезімізде Қаратөбе деген вообще мазақ қылып қойған ғой. Жоқ, артта қалған деп айта алмаймын, но бірдеңеге Қаратөбені, прикол болса Қаратөбені именно жаңағыдай шамал қылса, біз барлығымызша университетте өзімізді көрсетіп, Қаратөбенің қандай екенін дәлелдегенбіз. Бірге бір жоғары оқыған Айнұр куә. Анда біздің университетімізде енді агротехника университеті қой, Жаңаархан атындағы Сықида. Қаратөбелер өте ұйымшыл болды, көрсетті. Қай группаны алсаң да жақсы оқитын алғырлар Қаратөбеліктер шығады. Сол себепті ол Қаратөбел айтқандарым ол емен еңді сіздердің арқаларыңыз. Сіздерге көп рахмет. Кезінде Мағұз апам бізге сабақ басталғанда тарихты бірінші айтпайды, бірінші өмірдің тәжірибесін айтады. Кітаптан ештеңе қарамайды, бәрі өзініп білген, соны құятын еді. Қазір соның бәрін ойлап отырсақ, есімізге соның бәрі келіп отыр. Мысалы Батима апайлар тәрбиеледі мәдениет жағында. Қазір қалаға келсек, бұрын кішкентай кезімізде ойлайтын едік, қаланың адамдар бізден көп көреді, көп біледі, мәдениетті ғой деп. Но мен айтар едім, ауылдың Егіндігүлдің адамдары мәдениетті деп. Көп оқығандары көп, түйгендері көп. Сол себепті осы айтып отқан осы жерге жиналып, қазіргі уақытта бір-бірдей үлкен отау иесі, бір-бірдей қай салада болса да бәр жақтың мамандары бар, жаңа айтып отыр ғой өздерін. Үлгір мамандары, соның бәрі осы сіздердің еңбектеріңіз жемісі. Көп рахмет сіздерге. Осындай жиналыстар сіздерде бола берсін. Келесі жаңа айтып отқандай, келесі ұйымдар жинаған мерейтойларымызда көрейік. Енді мектеп деген, мысалы, отбасы бірінші үйің болса, екінші біз мектеп кезімізде мектеп болды. Жарты күніміздің уақыты кетеді. Сол кішкентай жаңа Айнұр айтқандар тардай болып кіріп, таудай болып шығып, қазір уақытта сіздердің еңбектеріңіздің арқасында жемістеріңізді көріп отырсыздар. Турцияда оқып отыр. Уже үлкен маман иесі ол емес, айта берсек көп біздің негіз балдарымыз. Ол жалғыз 81-лер емес, ол қай жылғыларда барлығы осы сіздер отырған сіздердің түлектеріңіз. Жемістеріңіз жағынан болсын. Бұрын кішкентай кезде көп ұрыстыңыз. Бәріміз білеміз.
қай бала болса да осы мектепте оқыған адам біреуді ұрыс естімей таяқ жемей өспеген болар. Бірақ қазір өсе келе соның бәрін түсініп жатыр. Қазіргі балдарға ұрсу қиын деп айтады ғой. Мен ойлаймын, сол керек-ау сол ұрсу шапалақтар негізі. Сіздер ойламаңыз, мына баланың кезінде ұрып едім, ұрсып едім деп. Соның арқасында осы бала қазір осындай дәрежеге жетіп отыр деп ойлаңыз. Көп рахмет, алғысым шексіз. Екіншіден мына келген қонақтардың барлығыңызға да осындай ұйымшылықтарыңыз болып бірге жиналуға Алла Тағала нәсіп етсін. Әрқашанда бірге болайық, жолымыз жазылмасын. Әрқашанда қолымызды бір жерге соғып бірге көмек берейік. Енді Елдос өте көп рахмет. Қаладан көп тәрбие ауылдан алып келді ғой, но именно жаңа мен ойлаймын, былтыр 15 жылдықтарын бұлар мектеп, университет бітіргенін тойлады. Соны көріп алғаннан кейін негізі қазір Елдостың арқасында бұрын ауылда көп осындай ұйымшылдық шараға қатыспайтын балдар қазіргі уақытта кішкене Елдостың арқасында ойлаймын тартылып, біздер кішкене тыстай қалдық. Но енді біз дегенде қолымыздан келген берер едік, жұмыс, әртүрлі жағдайлар бар. Мына жігіттерге де көп рахмет, құрдастарыма, достарыма. Мына жерде қыздар келіп отыр, әрқашанда жаңа біз енді қазір қай жердің сыныптас WhatsApp нелері бар, группалары. Біздерде де бір группамыз бар. Сонда әйтеуір ұйымшылда жасайды, келіп, енді жаңа айтып отыр, біреуге жезде, біреуге. Мен енді мектепте ең кіші мен болдым, 20-шы август болдым. Ең кішкентай. Ағам бәрі автоматпен жезде бар. Бейбіт айтып отқан күйеуі деп, януар. Бұған енді ешкім келмейді, амал жоқ, 1 януар болғасын, бұл бәрін күйеуі деп отыр ғой. Жанұяларына бақыт тілейміз. Есте қалардай өте кеш болып жатыр, жалғасын тапсын. Енді біз кішкене ыңғайлатып асықтырып жатыр, кішкене апайларымыз шаршамасын деп, бір апайларымыз кешірім сұраймыз, шаршап жатсаңыз, бір күн бол, күнде мазаламаймыз, бір кішкене шыдаңыз да, 20 жылда бір мазалауға қақыңыз болады. Өте қуаныштымыз, қуанышымызда шек жоқ. Енді подаркімізге аздай болса көптей көріңіз. Бізде бір Елдос ұйымдастырып, негізі көп идеяның бәрін Елдос беріп отыр. Елдостың бәрін кезінде сіздер құйып қойғансыз. Біз сол Елдосқа сеніп, Елдос көп рахмет. Елдос бізде енді мектеп кезінен алғыр, сабақта біз университетте де өзін көрсетті, бәрі біледі. Енді сол облысымыз көрсін, қазіргі уақытта бір үлкен лөндай бастық, сол үлкен мекемені басқара отырып, сол жұмысты ысырып, бірінші именно біздің ұйымдастырушылық, осы кластасымыздың былай қарағанда түкке керек емес нәрсе бір адамға, сырттағы адамға. Соны үлкен облысты басқарып отырған, облыстың деңгейіндегі жұмысты ысырып, біздің осындай мерейтойымызды жаңағыдай ұйымдастыруға көп уақытын бөлген бірден бір адам, отбасың бақытты болсын. Елдоста қазір уақытта 4 бала сүйіп отыр, бала шағалы, әрқашанда кез келген мейрамға қалмауға тырысады, бала шағасын алып барады. Жұмыстың жемісін көріп, өте қуаныштымыз, биіктерден көріне берейік. Енді не айтайын, алыстан келген қонақтарға көп рахмет. Осылай жиналысымыз тек осымен аяқталмасын, жалғаса берсін. Құтты болсын барлығыңызға да. Жақсылықтың тек тамағына Гүлфара андыра берді ішкізгенінде ол өте жақсы сөйлейін деп тұр екен, жағымды сөйлейтін тұр. Енді мына бейбіттің ең бірінші үлкен бас қосар кездегі берген идеясының бірі мына пирамидалық терек. Ертең өскенде Алла қаласа анадай болады әлі. Сол суретін әдейі шығарып қойдым. Осыны бейбіт ерекшелігі тек шылықтар әкелген жоқ, ол ертең осындай ол өседі деп дәлелдеп көрсетті. Мынаны көргенде кез келген адам құрметпен қарайды, жаңа мектептің алдына 52 ағашты осылай 52 түлектің атына отырғызып қойды. Соны мына бейбіт сөйлеген кезде көрсін деп айтып тұрмыз. Сосын екінші жағынан өте күлдіргіш біздің сыныптарда 2 оқушы болды, біреуі Исқалиев Елдос. Оның қылықтары, сөйлеген сөздері бәрі Тұрсынбек Қабатов қандай болса, дәл сондай күлдіргіш, сондай қылықтары дәл сондай. Екіншісі мына бейбіт. Исқалиев Елдос қимылмен күлдіретін болса, жай ғана қимылмен. Мына бейбіттің остроумный айтып, оның күлкілері өте мағыналы, жаңағыдай дейтін. Күлгенде бірдеме айта қойса болды, содан кейін бір сабақ бойы 45 минут селкілдеп күлкімді тия алмайды. Мұғалімдерден ылғи ұрыс еститін еді осының бейбіттің. Бірақ бұл жаңағыдай негізі тума таланттар, жаңа айтып тұр ғой, Батима апайларға мен мирасқа еріп,
қырсықтым деп өзі айтып тұр, бірақ сондай мінезі болған болар, бірақ негізінде ол әлі де ол қабілетін ұстай берсе, негізінде ол белгілі өте жақсы дарын иесі деп ойлаймын негізінде. Енді мына қыздардан тілектер біз енді мирасқа ерген жоқ, екеуміздің неміз бір болды жаңағы ойымыз, ұйымдастыруымыз сондай. Теректі бізге бір берген шығар, мектептің алдыңғы жағынан беріп тұр да, мектептің алдынан былай площадка сияқты қылып нектік. Одан кейін уже талеуге болмайды деп Ақмарал апайымыз айтты, қазіргі директорымыз. Соңғы біз егіп үлгердік әйтеуір. Бізге беріп тұр ғой жақсы. Ең алдымен осы кешіміздің төрінде отырған, кешіміздің мәні мен сәні болып отырған құрметті ұстаздар, сіздерге қош келіп жатсыздар. Осы бір ерекше кешімізге. Одан кейін кештің куәгерлері, 20-жылдықтарыңыз құтты болсын. Ұзағынан болсын осындай қуаныштарыңыз. Бұл отырыстың негізгі бастауы 2017-нің күзінде біздің өзіміздің шаңырағымызда осы класстастардың бәрі бір бас қосып, Бейбіт бар, Жақсат бар, Әзілхан болды. Сол кезде бастау алып еді, осы алда 20 жылдық келе жатыр, не істейміз, қандай жаңа не ұйымдастырамыз деп. Содан бастау алып, осы тойдың болғаннан боласы қызық деп, осы кезге дейін әйтеуір күтіп жүрдік. Қалай өтеді деп, неше түрлі жаңағы әркім өзінің әртүрлі идеясын айтып, әрқайсының да осы кешке ат салысқан өздерінің орны бар. Барлығыңызға да рахмет. Осы үндемей, осы Елдостың айтқанына бәрі басын изеп, ақшаларын да аударып отыр, үндемейді, ешқандай жаңағы Елдосты сыйлағандардың деп білем. Ешқандай есебін де сұрамайды, ешқандай жаңағы 100% сеніп, ешқандай жаңағы күдіксіз, бәрі келісіп бір ауыздан. Барлығыңызға рахмет. Қуаныштарыңыз осылай тек отбасыларыңыз аман болсын, жақсылық болсын, семьяларыңыз аман, ата-аналарыңыз аман болсын. Осы тек бір сыныптас деген араларыңыздағы бір сыйластық, сол сыйластықпен жүре беріңіздер, аман болыңыздар. Елдоста енді сен сияқты сенді қойды. Елдос ақтады енді, еңбегі зор. Енді болашақта ойлап отырық енді. Қызымыз ұзатылып, ұлымыз үйленіп жатса, Елдосқа тапсыратын сияқтымыз ғой. Алаңсыз ақшасын беріп қоямыз өзі. Еткізіп, ұйымдастырады. Елдос, болды ма? Айтатын келіншектер болсам деді, мөлдір. Жақсы сонда. Бәріңізді ортаға биге шақырам. Бұл вальс, би. Жақыннан таныс, әуенге ырғалып бірге, ортада биле бар, қорғызы секілді бейне, отырсын көңілді күйде, қолымда асылым саған, келіңіз шақырам биге, иығымда қолдарың сені, бақытты сәтімді менің. Қош есі қиды сенен, өзімді ұстадым әрең, ішімнен тіледім үнсіз, бітпесе екен деп әуен. Иығымда қолдарың сенің, қолымдан нәзік берің, қанекей суретке түсірші, бақытты сәтімді менің. Иығымда қолдарың сенің, қолымдан нәзік берің, қанекей суретке түсірші, бақытты сәтімді менің. Көп сөйледі,
жатыр деп ойламаңыздар. Себебі енді күнде жиналып күнде айтып жатқан жоқпыз. Біріншіден 20 жылда жиналған, 20 жыл бойы жиналған әңгімеңізді бүгін айтуларыңызға болады бәріңіздің. Тем более сарай өзіміздікі, ертең обедке дейін де отыра беріңізге болады. Уақыт өлшем емес біз үшін. Осыларға рахмет көп. 07 деген бүгінгі сан негізі заказ көп түсетін қымбат күндердің бірі болып есептеледі. Сол күнді бізге алып қойды ең алдымен. Рахмет көп. Ұстаздарымызға рахмет келгендеріңізге. Құрдастарыма көргеніме қуаныштымын. Бәріңізді аман сау осындай. Алда да кездесе берейік. Осы WhatsApp-та 1 жыл болды сенімен басталғанына. 5 жыл өтті, таптанышпыз, 10 жыл өтті, 15 жыл өтті, 20 жылға жиналайық деп. Елдосқа рахмет. Осы Елдос болмаса, негізі жиналмауымыз белгісіз еді. Айтуға бәрі оңай, оны істеу бір бөлек. Елдоспен Айнұрбек Ақжамалпай айтып жатыр ғой. Неге мен мектепте де мен жүгіруім керек, бітірген 20 жылда да мен жүгіремін. Бір жігіттер істесін деп орысшылар қозғала қоймай едім ғой, көрейінші деп. Дегенмен де жарайсыңдар жігіттер, ұйымдастырып өздері 25 майға ауылға барып тал егіпті, үлкен шаруа атқарды. WhatsApp-та ақылдасып бәріміз жоспар құрамыз. Оны істейтін даже біздің азаматтарымыз. Ауыз ашар берді. Мен жеміс ағаштарын егейік деп ұсыныс айтқанмын. Біздің балаларымыз, немерелеріміз бір күні жемістерін жеп айтып отырады ғой деп. Сексенбілер біздің ата-жиелеріміз, әке-шешелеріміз еккен деп. Оны мен пирамид талдарын таңдаған сияқты қарсыласпадық. Енді ұстаздарға ерекше рахмет. Бақтыл апайды көргеніме қуаныштымын. Гаухар апайды, Ақжамал апайымды, Мақұз апайымды, Бәтима апайымды, барлығын, Сет апайды бір кішкентай кезінде сыртынан жұмысқа кетіп жатқанда қарап отыратын едік Гүлнұр екеуміз. Әдемі, сұлу, красивая. Сондай болғымыз келіп. Бақтыл апай менің есімде қалғаны 4 жыл оқытты. Өте әдепті, өте білімді. Мен есімде жоқ 4 жыл бойы бір баланы бір қатты сөз айтып, ұрып, маңдайынан шұқып, сен бір сондайсың деп бәрімізді жайлап осы мінезімен, осы бір қалпын ашып ашуланған да есімде жоқ. Осы нағыз ұстаз деп есептеймін. Осы қалпымен бәрімізді үйретіп шығарды, бір-бірінің еркелері болып келдік, жаңағы қоян сияқты ол. Мақұз апайдан біздер Бақтыл апайдан әрқашан сабырлы болуды үйрендік. Мақұз апайдан ешқандай жағдайда берілмеу керектігін үйрендік. Бәтима апай бізге қалай болса солай емес, не нәрсені де жоғары талғаммен жасауды үйретті, талап етті. Гаухар апайдан біздер қарапайымдылықты, сұлулықты, еңбекқорлықты үйрендік. Жаңағыдай Гаухар апай бізге 9-10-11 жоғары кластарда келіп, ең жаңа заманның қиындап кеткен кезінде зарплат бермейді ата-анамызға. Өзімізге жаңағы ұстаздарға мектепте отын жоқ, сол кездерде Гаухар апай бізді қасымызда жүріп тәрбиесін беріп, жаңа бизнеске баулып, қойын беріп, спонсор болып, видео көрсетіп, кино, осының бәрін Гаухар апаймен бірге жүріп жасады. Ақжамал апай қарапайым, әрқайсымыз жақсы көретін. Кейде ренжіткен кездері біз жаңағы деген 5-ші класста Бақтыл апайға еркелеп үйреніп келген 4 жыл бойы. 5-ші класстен әртүрлі мұғалім көндіре алмай кішкене қиналған кезде ұрсатын еді. Құдай сен неге мұғалім болдың, неге мен медик бола салмадым деген. Сол сөзі есімде. Неге медик болып оқи салмай осы мұғалім болдым екен, сендермен арпалыстырып деп ренжігенде айтатын еді. Солай шығар. Енді мен өзімнің құрдастарыммен мақтан тұтамын, қай-қайсында, қайда жүрсем де, өзімнің осы именно осы ауылда дүниеге келгеніме, именно осы жандармен құрдас болғаныма, кластас болғаныма, именно осы мұғалімдер, менің мұғалімдер, ұстаздарым болғаныма, сол Егіндікөл ауылы, мен туып өскен жерім, Егіндікөл орта мектебім болғанына мен қатты қуанам. Өмірді өзің таңда десе, қайтадан осы жандарды таңдар едім. Ең
сондай өте білімді, тәрбиелі. Ешқашан мен біздің балаларымыздың жаман сөз айтып, бізді ренжітіп, жаман қылып жасағанын көрген емеспін. Ең басынан ұйымдастырғанда біздер айттық, біздер енді айтып жатырсыздар, тойдың болғаннан боладысы қызық дейді. Мен ойлаймын, маған боладысы емес, осы болып жатқаны қызық біздің 20 жылдығымыздың. Мақұл апай айтады, жаңа бізді ерекше шақырып құрметтемесеңіздер де ренжімес едік. Себебі біздер шахтер, басқа мамандықтар секілді, біздерде өз жұмысымызды атқарып деп біз келіспейміз. Себебі ұстаз деген ол ерекше жаңа призвание иесі деп есептеймін. Сіздерге машина мінгізсек те артық емес еді, бірақ біздің көңіліміз бастысы. Сіздер бізге сыйлықсыздар, біздер сіздерге сыйлықпыз деп ойлаймын. Осы кездесуіміздің өзі. Енді бәрі ойда жүрген сөз көп еді. Сіздер айтқандай жаңа Света апайдың айтып жатқан, Света апайды көрдім, Елдос бәрін ұйымдастырып есеп беріп отырады. Бүгін мен сөйттім, бүгін бүйттім деп. Жаңа оған көне береміз, біздің капитанымыз. Елдостың бір қасиеті, біз мойындайтын, біз мысалы әркім, Айнұр мысалы биологиядан жақсы болса, мен қазақ тілінен жақсы болсам, Ерғали математикадан жақсы болса, Елдос барлық пәннен бірдей. Ол қазақ тілінен де тап солай, әдебиеттен де тап солай, химиядан да барлық пәннен, барлық саладан озат болатын. Действительно, озат деген біздің де озатымыз. Оны мақтан тұтамыз. Рахмет оған көп-көп. Сонда осы ұстаздарға хабарластым, жаңа Света апай келем деп айтты. Света апай жаңа Мираспен Әзілханның басына барып ауылға бардым. Енді сендерге келем 20 жылдықтарына деп айтқан сөздерін ұстаздарымыздың оқып отырамыз біздерде. Осылай енді ұзақ өмір сүріп бәріміз 50 жылдық, 20 жылдық, 30 жылдық деген секілді кездесе берейік. Біздерге сіздер, мысалы зейнетке шықтым деп жатсыздар. Біздер үшін сіздер әлі сол бізді қалай қарсылап алдыңыз, сол күйіңізде жалғыз болып көрінесіздер. 20 жыл өтпегендей дене. Біз үшін солай. Рахмет көп-көп. Құрметті ұстаздар, сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Мен енді бұл сыныпта тек қана 8 сынып оқыдым. 1-ші сыныптан бастап 8-ші сыныпқа дейін. Сосын көшіп кеттік. Бірақ та енді мені ұмытпай, осылай Елдос қалдырмай қосып жатыр. Көп-көп рахмет. Бәріңізге тек қана бақыт тілеймін. Ауырмаңыздар, балаларыңыздың қызығын көріңіздер. Құрдастарымды көріп жатырмын, бүгін көрмеген, 23 жыл болған көрмегеніме өте қуаныштымын. Тілек енді біреу, көп сөйлей алмаймын. Балаларыңыз аман болсын, солардың бақытын көріңіздер. Құрметті ұстаздар, құрдастарым, барлықтарыңызға қош келдіңіздер. 20 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Үбірлі, шүпірлі болып, әрқашан кездесе берейік. Не айтамын, айтатынның бәрін Айнұр айтып тастаған сияқты. Бар жақсылық, бар сәттілік, сондай қуанышта кездесейік. Еліміз сау болсын, осы өмірге әкелген ата-анамыз аман болсын. Қалған құрдастар жалғастырады. Саламатсыздар ма? Мен енді мына 8-ші класстан бітіріп кеткеннен кейін енді мен бөлісер қызығым да жоқ, бөлісер бірең-сарың адамдарды да танымай отырмын шынына келсе. Енді араласып, енді бәріміз бірге сөйлесіп, енді бірге қыдыратын кезде көшіп кеттім ғой мен енді. Не деймін енді? Осылай жолымыз жазылмай кездесіп жүре берейік Ақтастарханда.
еліміз тыныш болсын, нанымыз көп болсын. Мына Мақоз апай, сізге мыңда бір рахмет. Әке шешемді еске алып жатсыз, қуанып қалдым. Свет апай, сізді де көргеніме өте қуаныштымын. Енді не деймін, мына жақсы тілектер айтылып жатыр ғой, соның бәрі Алланың оң құлағына шалынсын деймін енді. Құрметті ұстаздар, қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің 20 жыл кездесуімізге дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын, балаларыңыздың қызығын көріп, осылай біздің 25-30 жылдықтарымызға келдіңіздер. Құрдастарым, сіздерді көргеніме қуаныштымын. Дендеріңіз сау болсын, балаларыңыз аман болсын. Әрдайым осылай жақсы күндерде кездесе берейік. Елдос, саған да көп рахмет. Осылай басымызды қосып отырған отбасың аман болсын. Руслан, сенің де ресторан құтты болсын, деп қуаныш болсын іші. Барлық құрдастарыма осы жақсылық тілеймін. Жақсы күндерде кездесе берейік. Құрметті ұстаздар, сыныптастарым, барлықтарыңызға қош келдіңіздер. Барлықтарыңа семьяларына бақыт тілеймін. Осылай бәрімен кездесе алғаныма өте қуаныштымын. Мына жерде қыздар бар көрмеген, күйеуалдар бар. Барлықтарыңызға қуаныштымын сіздермен танысқандарыңызға. Руслан, сарайың құтты болсын. Барлықтарыңа тек семьяда бақыт тілеймін. Балдарының қызықтарын көріңдер. Осылай ұйымшылдықтарың жазылмасын, әрқашан бірге жүріңдер. Бәріне бақытты болыңдар. Құрметті ұстаздарым, қош келдіңіздер. Сіздерге алғысым шексіз. Дендеріңіз сау болсын. Тек еш қартаймай осылай қуанышта жүре беріңіздер. Құрметті құрдастарым, бүгінгі кеш құтты болсын. Сіздерді көргендеріме бәріне қуаныштымын. Тек семьяларыңа бақыт тілеймін. Арттарынан ерген кішкентай дайын үлкен азамат болсын. Үлкен үйдегі ата-аналарымыз аман болсын. Тек қайда жүрсеңдер де бақыттан аман болыңдар, дендеріңе саулық тілеймін. Осындай қуанышта тек жақсылықта кездесейік. Тек дендерің сау болсын, қайда жүрсеңдер. Құрметті ұстаздарым, бүгінгі кешке қош келдіңдер. Құрдастарым, мына себеп белгілі ғой бүгінгі. Кеше ғана бітіріп, 20 жыл болды бітіргенімізге. Осы жерге жиналып отырған ұстаздарымыз арқасы. Свет апаларымыз айтатынымыз, мирас бар, ондасың бар, үйден қашан қашып батырғанда ұстап алып, үйге кірді сабақ оқытады деді, естиміз деді, залға. Қуып алып көп, әр жерде ұстап алады, жаттамады, ертеңге оқымасында ұстап алады. Бәрі жақсылықта. Еліміз тыныш болсын деймін. Қайда да көргенде сәлемі түзеу болсын. Егінді туған жеріміз осы, егінді өсе берсін деймін. Бар жақсылықта, манадан жақсылықтар айтылып отыр ғой. Жақсылық болсын деймін басқа. Құрдастарың ештеңе етпейсің бе? Құрметті құрдастарым, бәрі қош келдіңіздер. Мына ұстаздарыма да рахмет айтамын. Дендерің сау болсын, мына 20 жылдықтарымыз құтты болсын. Әрқашанда осылай тойлап жүре берейік. 20 жыл демей, 40 жыл демей тойлап жүре берейік осылай бәрімізге. Руслан, мына сарайыңыз құтты болсын. Елдосқа да рахмет айтамын. Бәрімізді басымызды біріктіріп, ұйымдастырып,
Деніміз сау болсын деймін. Елдос, саған да көп рахмат. Русланға да, саған да, ұстаздарыма да бәріне Бақылап ба, бәтіме ба, бәріне бөліп жаратын ештеміз жоқ. Бәріңізге көп рахмет айтамын. Осылай келесіз шақырғанда келіп алтын уақыттарыңды бөліп келіп жатсыздар. Мына жан-жақта келіп жатқан құрдастар бәріңізге көп рахмет. Өстіп енді жүре берейік, сыйдасып жүре берейік. Еліміз тыныш, нарымыз көп болсын деп сол үшін нұртайға беремін. Ал жақсы мына ұстаздар міне көп рахмет келіп жатқандарыңызға. Достар, құрдастар, мұғалімдер міне көп рахмет сіздерге. Міне Елдос, Руслан көп рахмет. Ақтөбеден келіп жатқан міне Елдос, Ерғали, Бейбет, Оразбай көп рахмет. Жолдастармен келіп жатыр. Бәріңізге көп рахмет. Міне Алдошы мен Елдосқа мен қолы ұстап тұрып айтамын. Елдос, сен арқаң міне рахмет. Міне кездесіп жатқаным. Рахмет Елдос міне. Бақылап ана міне мысалға пенсияға шығып салдық қой. Сонда мен Елдос айтты ма, біз енді Б классы бөлініп кетіпті сол жерде. Содан кейін Оразбай айтқан Б классы бөлініп кеттіңдер ғой деп. Біз бөлінген жоқпыз. Біз бірінші класстан бастап міне Бақытlı апа бізге 5-ке дейін берді, 4-ке дейін берді ғой. Міне Еркінғали бірінші міне лақтырған Еркінғали 10 мың сосын маған Елдос айтады, сен лақтыршайсың. Мен айттым, мен лақтырайын дедім. Мен лақтырдым міне. Мен лақтырдым да, сосын айтады, сендер міне біз Еркінғали екеуміз оқыған жоқпыз ауылда. Мен Еркінғали жаман деп отқан жоқпын. Мен де оқыған жоқпын ауылда. Мысалға қарасаң. Мен оқыған жоқпын. Мен бұны қоста мен оқи алмаймын әлі. Міне, апа сізге рахмет міне, апа. Мен айтамын, мана айтамын ғой. Кеше кім ондасының күні отырып, сонда айтады маған. Бақытlı апаны кім алып келеді дейді. Мен алып келемін дедім. Мен айттым, еще апарып тастаймын дедім. Оразбайға айттым, Оразбай дедім. Жолда көрсететін жер бар ма дедім. Оразбай деді, көрсететін жер жоқ деді. Оны тапшы жемін көрсететін дедім. Сөйтіп асып кеттік екеуміз. Іздедік, екеуміз біртін жер іздедік, таба алмадық, көрсететін жер жоқ демек санайда. Все, рахмет апа. Рахмет, ойын күлкі битамен дейді. Рахмет. Нұртайдың айтуы дұрыс, тілегін білдіріп отыр. Бақытlı апайға келген кезде мен қолымнан заттар көп, жаңа ол кезде жігіттер көп жоқ қой. Алдымда Нұртай шығып, таксиге түсіп жатсам, таксиге беретін уақ ақшам жоқ. Уақытша таба алмай жатыр, Нұртай суырып алып, таксиге төлетсем 500 теңге. Сосын ішке кірдік, заттарды ұстап, бірнеше көмекті таңғалып келді. Нұртай көптен көрген жоқ, сол жерде кездесіп жатыр. Сосын бір уақытта қатына селфи таяқша болған кезде күшті түседі екенбіз деп арнайы операторлар жоқ қой, отпуске кезіп сөйтеген кезінде Нұртай қалтасы джинсының қалтасы суырып алып селфи таяқша. Содан мен Нұртайға таңғалдым, нәрсе Нұртай тамаша жігіт екенсің ғой, бәрін Нұртайға тілегіңді орындап қаларсыз ғой, барша. Енді бұл жігіт дейтін сөйтіп жүрген, керемет болып жүрген себебі бұл дейтін басы бос, уайымы жоқ. Тек қана осындай айдығында басы бос па дейміз. Енді басын бос болмаса, егер де онда ол кішкене басқа шаруаларды ойлауы мүмкін. Жоқ, басы бос болған еді. Енді мына жерде осы жаңа Ерғалидың өтініші бойынша бізді құрдасында нұрының баласы бар жаңағы, құрдасынан ішінде өзім айтылатын балама өлең айтып берді, құрдастар. Енді дұрыс, қазір былай болсын деп ойлап тұрмын. Және Ерғали да оның алдында келіп өтінген, егіндік өлеңін қосып қойшы деп. Егіндік өлеңін қосайық, олар фотоға түссін. Содан кейін Нұрлының баласы, жаңағы Нұрлы мен Ержан баласы Ақжол келіп, және ән салсын. Ал фотоға түсіп алайық, біз егіндік өлеңін қосайын мен. Ең бірінші бәріңе көп рахмет. Кеш өте тамаша өтті. Жалпы мен біраз жасқа келдім. Талай осындай 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл, жоқ 40 жылда болған жоқпын. 10 жылда болдым. Енді олардың кештері шамалы деп айтпаймын, бәрі де керемет өтті. Дегенмен өте үлкен
жаңа бағдарламамен үлкен психологиялық жағынан, педагогикалық жағынан, адами тұрғыдан жалпы үлкен деңгейде ұйымдастырдыңдар, рахмет. Осы жерде қанша адам болса, соның бәрінің ерекшеліктерін тауып, бәрінің комплимент былай жақсы көңіл күй сыйлаған, сондай бір әдемі әсерлі кеш болды. Өзім соған риза болып отырмын. Негізінде мен енді тойға сиректеу барам жалпы. Барсам да басында кетіп қалам. Бірақ сіздердің соңына шейін басын басталған нүктесін қойғым келді. Қалай болар екен деп отырдым. Өте тамаша. Ризам, сол пікірімді қабыл алыңыздар. Бір ауыз айтайын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла тағала енді жолдарыңды оңайласын, бәрінде жолда жүрген, түзде жүрген азаматтардың бәрін аман сау қылып, отбасына аман есен оралып, отбасының бақытын берсін. Енді күнгі отырыстарың жайлы болсын, өрістерің малды болсын, үйлерің жанға толсын, дастархандарың асқа толсын, ел аман, жұрт тыныш болсын, орындарың төр болсын, денсаулықтарың зор болсын, қатарларың көп болсын, уайым қайғы жоқ болсын, ел аман, жұрт тыныш, бала-шаға аман болсын, қой үстіне боз торғай жұмыртқалайтын әдемі бейбіт заман болсын. Осы тілегімді Алла тағаланың құлағына шалынсын.